Кеш жарық, бізде бұл бірінші сірес, және де бірінші сұрақ түрік қағанаттың құрылуы. Алғаш рет түрік сөзі 542 жылы Қытай жазбаларында кездеседі, және де келесі жазба 546 жылы Алтайды мекендеген Тиле-Терек тайпасын жеңіп, олардың 50 мыңнан астам жауынгерлерін тұтқынға алып, өз әскеріне қосып алған туралы болады. 552 жылы түркілердің билеушісі Бумын қаған өзінің билеушісі авраларға, яғни жужандарға қарсы шығып, өз түрік қағанатын құрады. Яғни алғашқы қаған Бумын қаған болады. Және де түрік қағанатының территориясы Алтайдан Каспийге дейінгі жерді алып жатты. 553 жылы Бумын қаған қаза табады. Бумын қағаннан кейін таққа Мұқан қаған келеді. Ол 553-572 жылдары билік етеді. Мұқан қаған кезінде түркі қағанаты Орта Азияда үстемдікке ие болады. Олар Манчжуриядағы қидандарды, Енисей қырғыздарын және де солтүстік Қытайға алым-салық алып отырады. Түркі халқының құрамына 30-дан астам ру тайпалар енеді, және түріктер әуелгіде Орта Азияны өзіне бағындыруда Каспий теңізі мен солтүстік Үндістан мен шығыс Түркістанға дейінгі жерлерді иеленіп жатқан евталиттерге қарсы Иранмен бірге одақ құрады. 572 жылы Бұхара түбінде евталиттерді олар жеңеді. Түріктер Орта Азияны жаулап алғанымен, кейін жерорта жеріне баратын жібек жолы иелік ету маңсабында ирандарға қарсы Византиямен одақтасады. 571 жылы Истемей қаған солтүстік Кавказды басып алып, 576 жылы Крымға кіреді. Истемей өлгеннен кейін түрік қағанатында өзара соғыс қарқыс басталады. Осыны пайдаланған Иран 587 жылы Герат түбінде түріктерді ойсырата жеңеді. Кейін 590 жылы Византия Боспорды қайта өзіне алып алады. 581-618 жылдар арасында солтүстік Қытай түрік қағанатының шекарасына бірнеше жорықтар жасап, қағанатты одан сайын әлсірете бастайды. Осының әсерінен 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінеді, батыс және шығыс түрік қағанаты деп. Екінші сұрақ, шығыс және батыс түрік қағанаттары. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығында өмір сүрді. Орталығы Шу өзенінің бойындағы Сиап қаласы, ал жазғы ордасы Мыңбұлақта орналасты. Территориясы Жамбыл облысындағы Қаратаудың шығыс баурайынан жоғарыға дейінгі аумақты алып жатты. Батыс түрік қағанаты 10 тайпадан 5 дулу және де 5 нушиби тайпалардан тұрды. Шегу мен Тон қағандар кезінде қағанаттың саяси билігі күшейді. 611-618 жылдары билік еткен Шегу қаған кезінде шығыс территориясы Алтайға дейін, ал батыс шекарасы Памир тауына дейін кеңейді. 630 жылдар билік еткен Тон қаған Орта Азиядағы басқару жүйесін қайта құрған еді. 630 жылдан бастап қағанатта таққа күрес басталды. Және де Нушиби тайпасының қолдауымен Ешбар елтіріс 634 жылы таққа отырды. Ешбар елтіріс оңдық будын жүйесін енгізді, және де қағанның 10 түменнен тұратын өз жасағы болды. 640-657 жылдары Дулу мен Нушиби тайпаларының арасында таққа тартыс басталды. Осыны пайдалаған Қытай 659 жылы Жетісуға басып кірді. Қағанаттың ішкі құрылымына келетін болсақ, жоғарғы лауазымды қаған руынан шыққан ақсүйектер ғана иеленді. Оларға Ябу, Шет, Елтебір атты атақтар берілді, ал сот істерін бұйрықтар мен тархандар айналысты. Қара будандар деп біз қарапайым халықты айтқан, және де тот сөзі құл деген мағынаны білдіреді. Негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығымен, яғни жартылай мал шаруашылығымен айналысты. Бірақ 7 ғасырда қалалардың дамуына байланысты жаппай отырықшылыққа көшті.
Шығыс түрік қағанаты 603-744 жылдар аралығында өмір сүреді. Территориясы орталық Азия мен Монғолияны қамтиды. Және де қағанат елтеріс қапаған қағандар кезінде қуатты мемлекетке айналады. Шығыс түрік қағанатының бір ерекшелігі көне түркі тарихи әдеби ескерткіш Орхон Енисей жазба ескерткішін қалдырған. Орхон Енисей жазба ескерткіші ол бізге білге қаған, күлтегін, тоны көктің ерліктері туралы айтады, және де түрік қағанатының өзіндік жазуы болғанын дәлелдейді. Бірақ 741 жылы білге қаған қайтыс болғаннан кейін қағанат әлсіреп 744 жылы ыдырап кетеді. Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында өмір сүрді және негізін қалаушы үшлік қаған. Аумағы Шаш қаласынан бастап Шығыс Түркістандағы Бесбалық пен Турфанға дейін созылды. Және де халқы негізінен сары және қара түргештерден тұрды. Астанасы алғашқыда Сияп қаласы болды, кейін Сұлу қаған кезінде Тараз қаласына ауысты. Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында билік етті. Сұлу қаған кезінде түргеш қағанаты күшейіп, арабтарға қарсы күресте үлкен рөл атқарды. 723 жылы Ферхан қарлықтармен және Шаш тұрғындармен бірігіп, арабтарға соққы берді. Алайда кейін арабтар да қытайлар да қағанатты әлсіретті. 751 жылы Тараз маңындағы Атлақ шайқасында түргештер арабтармен бірге қытайларды жеңіп шықты. Бірақ сары және қара түргештердің өзара таласы ұзаққа созылып қағанат әлсіреді. Ақырында 756 жылы Жетісуға көшіп келген қарлықтардың қысымына төтеп бере алмай қағанат құлайды. Түргеш қағанатының тарихи маңызы арабтар мен қытайлардың Орта Азияға ықпалын шектеуі, Жетісу жерінде тек түркі халықтардың мемлекет құру дәстүрін жалғастыруы. Қарлы қағанаты. Қарлы қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүрді. Алғашқы деректер қарлықтар туралы 5-6 ғасырларда кездеседі. Ал олардың бастапқы қонысы Батыс Алтай мен Тарбағатай аралығы болды. 7 ғасырда Қарлы қағанаты 3 тайпадан тұрды: Бұлақ, Ташлық және Шігіл тайпалары. Олардың орталығы Баласағұн қаласы, кейін астанасы Қойлыққа ауысты. Қарлық көсемдерін Жабғу деп атады. Кейін қарлықтар Шу, Іле, Балқаш аралығында қоныстанды. 9 ғасырда саманиттердің шапқыншылығы жиілігінен Тараз бен Испиджаб қалаларында мұсылман діні тарай бастады. Ал 893 жылы саманиттер Тараз қаласын басып алды. Ішкі қырқыс пен әсіреудің кесірінен Қашқар түркілері Баласағұн мен Испиджабты басып алып, Қарлы қағанаты 940 жылы ыдырап кетті. Оның орнына Қарахан мемлекеті орнады. Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті 10-11 ғасыр аралығында өмір сүрді. Олардың орталығы Сырдарияның орта және төменгі бойына Батыс Қазақстан даласында қалыптасты. Алғашқы мекені Жетісу болса да, қарлықтардың күшеуіне байланысты сыр бойына көшуге мәжбүр болды. Кейін 9 ғасырдың соңында Оғыз тайпалар бірігіп, патриархалды феодалдық мемлекет құрады. Мемлекеттің астанасы Янгикент қаласы болып, билеушісі Жабғу деп аталды, ал әскери бас қолбасшысы Сюбашы деп аталды. Махмұд Қашқаридың деректерінде оғыздардың 22-24 тайпадан тұрғаны айтылады. 10 ғасырда оғыздардың көршілес елдермен одақтасы басталады. Яғни 965 жылы Киев князі Святославпен бірігіп хазарларды, ал 985 жылы князь Владимирмен бірігіп Еділ бұлғарларын талқандайды. Бұл олардың билігінің күшеюіне көмектеседі. Алайда салықтардың ұлғаюымен мемлекетте ішкі наразылық туындайды. 11 ғасырда селжұқтардың шайқасынан әлсіреген оғыздар қыпшақтардан жеңіліп, Сырдария мен Арал маңынан ығыстырылып, бір бөлігі Кіші Азияға, кейбір бөлігі селжұқтар мен Қарахандарға қосып, ал қалғаны қыпшақтардың тайпаларына бірігеді. Ұйғыр мемлекеті. Ұйғыр мемлекеті 744-840 жылдар аралығында өмір сүрді. Ол Батыс Монғолия мен Орталық Азия аумағындағы түрік қағанатының құлауымен пайда болған мемлекет. Астанасы Қарабалғасын қаласы болды. Мемлекеттің негізін ұйғырлар, тоғыз оғыз және қырғыз сияқты түркі тілдес тайпалар қалады.
жоғарғы билеушісі қаған деп аталды. Ұйғыр мемлекеті өзінің феодалдық саясатын нығайту үшін жазу сызуын дамытты. Мемлекеттің іс қағаздары алғашында көне түркі жазуында, кейін соғды жазуларын қолданды. 8 ғасырдың екінші жартысында ұйғыр мемлекеті Қытай империясының тан әулетімен одақ құрып, олардың саяси өмірінде маңызды рөл атқарды. Ұйғыр мемлекеті басында буддизмді, манихейлікті, кейіннен несториандық христиандықты қолдап, түркі өркениетінің мәдениет пен дін қалыптасуында үлкен орын алды. 840 жылы қырғыздардан жеңіліп, кейбір бөлігі Жетісуға, екіншілері Шығыс Түркістанға көшіп, кейінгі ұйғыр мемлекетінің негізін қалады. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрді. Ол оңтүстік шығыс Қазақстан мен шығыс Түркістан жерлерін мекендеді. Алғашқы астанасы Баласағұн қаласы, кейін Қашқар қаласы болды. Қарахан мемлекетінің негізін Қарлық, Шігіл, Ягма сияқты түркі тілдес тайпалары қалады. Мемлекеттің негізгі билеушісі Саттық Болғырахан. Ол өзі ислам дінін қабылдап, кейін оның ұлы Мұса хан 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Осылайша Қарахан мемлекеті исламды алғаш рет мемлекеттік дін деп жариялаған мемлекетке айналды. 10 ғасырдың соңында Қарахандар саманилерді әсер етіп, олардың жерлерін жаулап алды. 990 жылы Испит жапты, 992 жылы Бұхараны жаулап алып, Мауреннахрды толық өзіне қаратты. 11 ғасырдың 30 жылдарында Қарахан мемлекеті шығыс және батыс түрік қағанаты деп екіге бөлінді. Шығысы Баласағұн мен Қашқарды, батысы Самарқандты орталық етті. Мемлекеттің негізгі билеушісі хан болса, оған уәзірлер, қазынашылар, елші көмектесті. Және де жер иеленудің иқта жүйесі нығайды. Яғни әскери және феодалдық қызметтер үшін феодалдарға жер бөлініп, олар халықтардан салық жинап отырды. Бұл феодалдық саясаттың нығаюына ықпал етті. 11-12 ғасырдың соңында селжұқтармен және көршілес елдермен соғысып, Қарахан мемлекеті әлсірей бастады. Ақыры 12 ғасырда Жетісуға Қарахандар келіп, Қарақытайлар келіп, Қарахан мемлекетін бір жолата жойды. Қарақытай мемлекеті 1128-1212 жылдар аралығында өмір сүрді. 9 ғасырда ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін Орталық Азияның шығыс бөлігінде қидандар билікке келді. Қытай деректерінде қидандар, ал араб-парсы деректерінде Қарақытайлар деп аталды. 1125 жылы Қытай әскерінен жеңіліп, қидандар Елеудашидің басшылығымен Жетісуға көшіп келді. Ал 1128 жылы олар Баласағұнды жаулап алып, Қарақытай мемлекетін құрады. 1141 жылы Самарқанд маңында Селжұқ Қарахан әскерін жеңіп, Бұхара мен Мауреннахрды бағындырды. Хорезм шахтарынан салық алып отырды. Қарақытай билеушісін Гурхан деп атады. Орталығы Баласағұн қаласы болды. Қарақытай мемлекеті Қарахан әулетінің билігін сақтап, салық жүйесін қатайтты. Әр отбасынан 1 динардан салық жинап отырды. Қарақытай мемлекетінде таққа еркектермен бірге әйелдер де келе алатын болды. 12 ғасырдың соңында Қарақытай мемлекеті ашық тонауға көшті, мұсылмандарды қудалай бастады. Бұл халық көтерілістеріне алып келді. 1208 жылы күшлік бастаған Найман тайпалары Қарақытай билігін әлсіретті. Солайша 1212 жылы Қарақытай мемлекеті толықтай жойылды. Қимақ Қыпшақ бірлестігі 8 ғасырдың соңында Ертіс, Алтай, Тарбағатай жерінде Қимақ тайпаларының бірлестігі орнады. Оның құрамында 7 ірі тайпа енді. Және де астаналар Имақи қаласы, кейін Карантия болды. 9 ғасырдың соңына қарай Қимақ тайпаларының күшейіп, олар Жетісу, батысы және солтүстік Қазақстан жерлерін иемдеді. 10 ғасырда Қимақ тайпаларының билігі күшейіп, олардың арасында Қыпшақ тайпаларының рөлі арта бастады. Қыпшақ тайпаларды өздерінің әскери күшімен ерекшеленіп,
қимақ тайпалардың арасындағы жетекші тайпаға айналды. 11 ғасырда Қыпшақ қимақ бірлестігі кеңейіп, осының негізінде Қыпшақ хандығы құрылды. Қимақ Қыпшақ бірлестігі Қазақстан тарихындағы өте үлкен рөлді атқарады. Ол түркі тайпаларын біріктіріп, кейінгі қазақ ханының этникалық құрамына тайпалардың негізі болды. Сонымен қатар олар көрші халықтармен саяси, мәдени бірлестіктер орнатып, Еуразия даласындағы ірі мемлекеттердің біріне айналды. Қыпшақ хандығы 11 ғасырда Қимақ қағанатының құлауымен қалыптасқан мемлекет. Оның аумағы Алтай ертістен басталып, батыстағы Еділ Қара теңіз жеріне дейін жеткен. Дейінгі ұлан ғайыр аумақты алып жатты. Осының арқасында тарихта Қыпшақ жерін Дешті Қыпшақ жері деп атайды. 11 ғасырдың екінші жартысында Қыпшақтар оғыздарды Сырдария арал маңынан ығыстырып, Маңғыстау мен Хорезмнің солтүстік жеріне дейінгі аймаққа жетті. Батыста Қыпшақтар орыс князьдіктермен Венгрия және де Византия елдерімен одақтасты. Орыс жылнамаларында Қыпшақтарды половецтер, ал батыс Европада құмандар деп атаған. Қыпшақ хандығы екі қанаттан тұрды, батыс және шығыс. Батыс қанатының орталығы Сығанақ қаласы, ал шығыс қанатының орталығы Сарайшық қаласы болды. Хандық билік мұрагерлік тәсілмен беріліп отырды, ал ең ықпалды әулет ел бөрілер руынан шыққан еді. Бірақ Қыпшақ қоғамында әлеуметтік теңсіздік байқалды. Бай ақсүйектердің қолында мал мен жер шоғырланды. Қарапайым халық негізінен еркін болғанымен салық төлеп отыруға міндетті болды. 11-12 ғасырда Қыпшақ хандығы Евразиядағы ең қуатты әскери саяси күшке айналды. Алайда 12 ғасырда өзара ішкі қырқыспен Хорезмнің күші олардың әлсіреуіне әкелді. Ақыры 13 ғасырдың батысында Шыңғысханның моңғол қолымен соқтығысып, Қыпшақтар моңғол шапқыншылығына төтеп бере алмады. Хазар хандығы 650-989 жылдар өмір сүрген орта ғасырдағы ірі мемлекеттердің бірі болды. Ол батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін солтүстік Кавказ бен Еділ бойында құрылды. Алғашқы билеушілері түркі әулетінен шыққан, мемлекеттік басқару жүйесі қағандарға және бектерге сүйенді. Хазарлар алғашында көршілес тайпаларды бағындырып, әсіресе бұлғарларды өзіне қаратты. Бағынбаған бір бөлігі Еділ бұлғарларын құрып, ал Аспарух бастаған бұлғарлар Дунайға көшіп, Дунай бұлғарларын құрды. Осылайша хазарлар шығыс Европаның саяси жағдайында ықпал етті. Және де хазарлардың аумағы өте кең болды. Солтүстік Кавказ, жазық бойы, Қазақстанның солтүстік батысы, Крымның шығысы, Азов маңы мен Днепрге дейінгі аумақты алып жатты. Хазар мемлекеті Ұлы Жібек жолының батыс бөлігін бақылап, Европа мен Азия арасындағы саудада өте маңызды рөл атқарды. Найман Керей тайпалары 11 ғасырда орталық Азиядағы ірі мемлекеттік бірлестіктер құрған тайпалар болды. Наймандардың аты 8 деген мағынаны білдіреді. Және де алғаш рет жоғарғы ертіс пен Архон өзенінің маңайында 8 оғыз атымен белгілі болды. Кейінірек Найман атауымен танылды. Қаңлылармен, Қыпшақтармен және де басқа көршілес елдермен тығыз байланыста болды. 11 ғасырда Наймандардың саяси орталығы қалыптасып, хандық билік орнап, ұлыстар құрылды. Олар христианның Несториан бағытын қабылдаған мемлекет. Және де 12 ғасырдың соңында Найман хандығы екіге бөлініп, Даян хан мен Бұйрық хан биледі. Бірақ 1204-1206 жылы Наймандардың соңғы ханы Күшлік хан Жетісуға қоныс аударып, кейін моңғолдардың қолынан қаза табады. Ал керейлер туралы алғашқы жазбалар 10 ғасырда басталады. Олар түркі және моңғол тілінде сөйлейтін тайпалардан құралған. Орталығы Архон өзенінің бойындағы Қазынбалық қаласын болды. 1007 жылы Наймандармен бірге христиан дінін қабылдайды. Және де 12 ғасырда таққа Тоғорыл хан келеді. Тоғорыл хан ол керейлердің
күшін күшейтеді және де Темучинге, яғни Шыңғыс ханға қолдау көрсетіп, Қытай империясының Ван титулын алады. Осының арқасында оны Ван хан деп атап кетеді. Бірақ 1203 жылы Шыңғыс ханға қарсы соғыста жеңіліп, Тоғорыл хан қаза табады. Наймандар мен керейлердің тарихи маңызы зор. Олар ерте феодалдық мемлекет ретінде танымал, және де моңғол шапқыншылығынан кейін наймандардың көп бөлігі қазақ даласында қоныстанып, кейін қазақ халқының этникалық құрамына енеді. Ал керейлердің бір бөлігі солтүстік Қазақстанда қалып, орта жүздің керей тайпасы